Қайырлы күн достар, бүгін мен түрік халқының ең сүйікті тағамдарының бірі жасымық сорпасын дайындайтын боламын. Қажет заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Барлық затты орташа ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табаға сұйық май және бір тілім сары май саламыз. Пиязды қызарғанша қуырып, үстінен сәбіз саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Одан кейін сарымсақ саламыз. Картопты саламыз. Қызанақ немесе томат пастасын қосамыз. Бұрыш және дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін су құю керек, бірақ мен алдын ала сиыр етінен сорпа қайнатып қойдым, сол сорпаны құятын боламын. Енді сорпаға жасымықты салып 15-20 минуттай қайнатамыз. Мен алдын ала қайнатылған етті турап қойдым. Сорпа піскенде сорпаға қосып беруге болады. Сорпамыз пісті. Ол осындай қою болады. Сорпаны оттан алып, 1-2 минут суытып, осындай блендердің көмегімен езетін боламыз. Блендерлеріңіз болмаса, осылай да шеберуге болады. Болғаннан кейін тағы 1-2 минут қайнатып аламыз. Міне, жасымық сорпамыз дайын. Қалауыңызша ас көк, лимон, қызыл бұрыш қосып ішсеңіздер болады. Бұл сорпа өте дәмді әрі пайдалы. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.